Бүгінгі саяси науқанға Қазақстанның түкпір-түкпірінде дауыс беріп жатқан азаматтардың кейбірімен менің әріптестерім тілдесіп үлгерді. Дін өкілдерінен бастап өндіріс орындарындағы жұмысшыларға дейін өздерінің азаматтық парызын орындауға тырысты. Ерекше белсенділік ауыл аймақтарда байқалды. Тілші әңгімесі. Оралдық Ұлы Отан соғысының ардагері Қаламыз Сүйіншәлиев те сайлау учаскесіне алғашқылардың бірі болып келіп дауыс берді. Ол майданға 17 жасында аттанып, зениттік ауыр артиллерия полкінде отан қорғады. Елге аман сау оралып, ұзақ жылдар шәкірт тәрбиеледі. Келешек ұрпақтың жарқын болашағы үшін дауыс бердім дейді ардагер. Бәріне де рахмет, шырақтарым. Сендердің істеген жұмыстарың біздің егемен еліміздің өсуіне, жаңа жолменен алға басуына үлкен көмек көрсетеді дегім келеді осы арада. Бізге не керек? Бізге бәрі де тырыштық керек. Бүгінгі саяси науқанда дін өкілдері де белсенділік танытып, азаматтық таңдауларын жасады. Бүгінде Шығыс Қазақстан облысында 100-ден астам мешіт бар. Онда қызмет ететін имамдар өздері тіркелген сайлау учаскелері бойынша дауыс берді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Өскемен өңірі бойынша бас имамы Ермек Мақатай да аймақтағы дін қызметкерлері арасында алғаш болып өз таңдауын жасады. Бұл дауыс беру деген Құран шейін бір бюллетенге қол қою ғана емес, бұл деген сөз біздің жаңа болашағымыз үшін жасап жатқан үлкен бір инвестициямыз деп білуіміз керек. Ол ертең бізге жаңа жерде нәтижесін береді деп сенеміз. Барлық имамдар өздерінің қазіргі таңда азаматтық борыштарын өтеп жатыр мемлекеттің алдында. Саяси науқанға әрбір қазақстандық асқан жауапкершілікпен қарауы тиіс. Бұл Маңғыстау өңіріндегі ірі мұнай компаниясында слесарь жөндеуші болып еңбек ететін Елтай Тұрбергеновтың пікірі. Саяси доданың ел болашағы үшін маңызды екенін сезінген ол, Ақтау қаласындағы нөмір 30-шы сайлау учаскесіне келіп, өзі қалаған кандидатқа дауыс берді. Жалпы бүгін Маңғыстау халқы да сайлауға белсенді атсалысып, өз таңдауларын жасады. Біз тәуелсіздіктің ширек ғасырға жуық абыройлы жолын жүріп өттік. Осы жолдағы бағындырған белестеріміздің куәсі ретінде және еліміздің жас маманы ретінде осы сайлаудың маңыздылығын ерекше атап өткім келеді. Және жастарымызды, замандастарымызды белсенділік танытып, сайлауға қатысуға шақырамын. Өзімнің таңдауымды мен пысықтап, ойланып, толғанып жасадым. Оңтүстік Қазақстан облыстық клиникалық ауруханасында емделіп жатқан азаматтар осы саяси науқанда өте белсенділік танытты. Таңғы астарын ішіп болған соң аурухана ғимаратында орналасқан нөмірі 125-ші жабық сайлау учаскесіне қарай бет алды. Мұнда дауыс беру құқығы бар 635 адам тізімгенген. Денсаулығы жарайтын өз аяғымен жүре алатын науқастардың барлығы сайлау учаскесіне келді. Ал төсек тартып жатқандарға сайлау комиссиясының мүшелері бақылаушылардың қадағалауымен шағын жәшіктерді алып барып, олар жатқан палатасында дауыс берді. Науқастансам да, төсекте жатсам да, халықпен бірге жұмыс істеуіміз керек. Халықтың қалаулы азаматтарын таңдауымыз керек. Әділдік адамдары керек. Сол адамдарды таңдау үшін, сол адамдарды қол қою үшін соған келіп отырмын мен. Саяси науқанға теріскей жұрты да белсенді атсалысты. Әсіресе Қызылжар ауданына қарасты бірлігі жарасқан Бескөл ауылының тұрғындарының жауапкершілігі жоғары екендігі байқалды. Түс ауа ауыл халқының 98% өз таңдауларын жасап үлгерді. Ал мұнда сайлаудың әділ өтуін тмд елдерінен келген 3 байқаушы жіті бақылап отырды. Дауыс беру учаскесіне келгендерге күні бойы концерттік бағдарламада ұсынылды. Бүгінгі күн барлық қазақстандықтар үшін өте маңызды күн, себебі біз өзіміздің болашағымызды таңдаймыз. Болашағымыздың жарқын болу үшін дауыс береміз. Осы учаскеге келуімнің бір себебі ол ең бірінші азаматтық борышымды өтеу. Осылайша елдің ертеңіне бейжай қарай алмайтын отандастарымыз саяси науқанға белсенді атсалысып, өз таңдауларын жасады. Халықаралық байқаушылардың пікірінше, саяси дода ашық әрі мерекелік көңіл күйде өткен. Жандос Жұмабек, Хабар, аймақтағы тілшілердің көмегімен.